Ағылшынша лайк, қазақша лайықты деген сөздің екеуінің байланысы бар деп айтсам, қалай қарайсыздар? Қайырлы күн, арда туған қазағым. Осы бейнеде енді лайк және лайықты туралы сөз қозғағым келеді. Көптеген блогерлерді, тиктокерлерді, ютуберлерді көріп отқанымда, олар былайынан айтып атады, лүпіл басыңыздар деп. Яғни олар орыс тілден тікелей калька қылып қазақ тілге аударып отыр. Орыс тілдегі нажимайте лайк деген сөзді сонда лүпіл басыңыздар деп қазақшаға аударып отыр. Сол кездерлерде мен өзіме сұрақ қоямын, неге біздің қазағымыз өз қазақ тілін құрбан етіп отыр деген сұрақ қоямын. Неге менің бейнемді лайықты етіңдер, лайықты табыңдар деп айтпайды деген сұрақ өзіме қоямын. Негізінде ағылшын тіліндегі лайк деген сөзді енді орысшаға аударғанда мне нравится деп аударуға болады. Яғни маған ұнайды, мен оны жағымды табамын, мен оны лайықты табамын деп аударуға болады. Ол сөз ағылшын тіліне түркі тілдерден ежелгі ғасырларда кірген сөз болады. Өкінішке орай оны біздің қазағымыз білмейді. Қазағымыз емес, бүкіл түркі халықтардың бірде біреуі ол туралы білмейтін сияқты, себебі ойланбайды. Осы жақын арада мен уля деген қазақтың сөзі туралы да әңгіме қозғап кеткен едім. Қазағым менің французша жаңа оля-ля деп айтудан сескенбейді, ал қазақша уля деп айтуды менсінбейді. Өкінішке орай біздің қазағымыз өз тіліне үңіліп қарағысы келмейді, ойланғысы келмейді. Дегенмен ойлану керек. Аман болыңыздар, қазағым. Осы бейнемді менің лайықты етіңіздер, лайықты табыңыздар.